Сәлем достар, сендермен бірге мен Махакиза. Достар, бүгін біздің жаңа видео, достар, жаңа рубрика. Мен ВКонтакте желісінде бір пост шығарғанмын, сұрақ жауап деп. Бір 27 ме 20 ме сондай сұрақ келген екен, кейбіреулер сұрақ емес. Енді маған мықты ютуберлерді, қазақ ютубын дамытқан ютуберлерді де сұрақ келді. Оны алдағы уақытта көре тұрасыздар. Егер де дәл сен мен ВКонтакте группамда болмасаң, тіркеліп кел, сілтемесі төменде болады. Ал ендеше достар, біз видеомызды бастаймыз. Достар, біз бастайық. Және де маған көмектесіп дәптер сұрақтар жазалдық, соны маған айтып беріп отыратын Махамбет деген бала, және оның каналына жазылыңыздар, сілтемесі төменде болады достар. Бірінші сұрақ. Ердана Ерболұлы дегеннен келген сұрағы жалпы мен жайлы ойым. Ердана Ербол жайлы ойым, ол жақсы бала, керемет бала, фотошоп дегенде фотошоптың мықты жасайды, және де үздік арналардың бірі десем де болады. Келесі сұрақ. Дима деген баладан келген, сен ютубқа не себептен келдің? Мен ютубқа қазақ ютубын дамыту үшін және подписчик жинау үшін, енді ақша тауып үшін, және де достарымды тауып үшін келдім. Келесі сұрақ. Расул деген баладан келген, видеоны немен монтаждайсың? Мен видеоны видеошоу деген программамен, арасында досымның телефонымен де монтаждаймын, Кейн Мастер дегенмен. Келесі сұрақ. Фараби Қуаныш деген баладан келген, 4 сұрақ бар екен, сол біріншісін айтайын. Жасың нешеде? Менің жасым 11-де. Екінші сұрағы, қай қалада тұрасың? Мен Атырау облысы Қызылқау ауданы Миялы ауылында тұрамын. Үшінші сұрағы, футбол жайлы не білесің? Футбол жайлы көп білем де, қатты білем де айта алмаймын. 50%-дай білем. Төртінші сұрағы, маған сәлем жолда. Фараби Қуаныш. Фараби Қуаныш, сәлем. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ, Нұртілек Тәжіғалиев деген баладан келген. Егер сен топ 10 ютубер қатарына кірсең, қандай реакцияда болар едің? Мен топ 10 ютубер қатарына кірсем, реакциям өте керемет. Танымал болып жүремін Қазақстанға. Бірақ та мен олай кіре алмайтын сияқтымын, әлде менен де өте керемет мықты арналар бар. Бірақ та алдағы көп уақыттарда енді жақсы жұмыс істеп, ақша бірдемелер болып жатса әйтеуір, жақсы жұмыс істеп, сөйтіп кіремін деп ойлаймын енді. Келесі сұрағы, руың кім? Менің руым Беріш. Және де төртінші сұрағы, Алиэкспресстен посылка ашу видеосы бола ма алдағы уақытта? Алиэкспресстен посылка ашу видеосы әрине болады. Мен ойымша Алиэкспресстен посылка ашу видеосы әуел қазақ ютуберлерінде болатын сияқты. Мен бірақ та посылкаға беріп қойдым, 5 микрофонға беріп қойдым, алда штатив, переходник, анау-мынау деген барлығына берем. Келесі сұрақ. Келесі алтыншы сұрағы, маған сәлем жолда дейді. Нұртілек Тәжіғалиев. Нұртілек Тәжіғалиев, сәлем. Келесі. Арайым Шәрбек деген қыздан келген. Бірінші сұрағы, ютубта ең бастысы не? Ютубта ең бастысы дегенім, мысалы қазақ болсын, не болсын, орыс болсын, сол елдің ютубын дамыту, және де ең бастысы ақша тауу емес. Ақша тауу емес, кейбіреулерде болады. Менде ең бастысы подписчик жинап, достар тауу. Келесі сұраға. Телефоның қандай? Мен телефоным Samsung Galaxy Grand, бірақ ол бұзылып қалды, өкінішке орай, бірақ досымның телефонымен түсіремін. Үшінші сұрағы, достары көп пе? Менің достарым. Келесі сұрақ. Үшінші сұрағы, достарым көп пе дейді? Менің достарым өте көп. Келесі сұрақ. Саят Нұртаев деген баладан келген. Бірінші сұрағы, характер қандай дейді? Характер көбіңіз білмесеңіздер, мінезім деген. Мен мінезім жалпы ақкөңілмін десем де айта алам. Бірақ білмеймін өзім мінезім қандай екен. Қаталмын ба, әлде жаймын ба, білмеймін.
Келесі сұрағы. Екінші сұраға, қандай ойынды жақсы көресің компьютерде? Мен компьютерден GTA 5 және FIFA 18, Minecraft, Counter-Strike. Сегізінші, Байдуллат Тұрсыналы деген баладан келген. YouTube'дан қанша табасың? Мен YouTube'дан ақша таппаймын әзірге, бірақ та мультифото, шапка, интро дегендер жасап, нормально ақшалар табамын енді. Келесі сұрақ. Думанов деген баладан келген. Бірінші сұрағы, Мейіржанға сәлем жолда. Мейіржан, сәлем. Екінші сұрағы, не себепті YouTube'ға келдің? Мен YouTube'ға мана айттай кеткенмін, қазақ YouTube'ын дамыту үшін. Үшінші сұрағы, өміріңде неше қызбен жүрдің? Өмірінде неше қызбен? Дәл түстің ғой сен. Мен өмірінде қызбен жүріп көрген жоқпын, бірақ сезімім болды, бірақ жүріп көрген жоқпын. Келесі сұрақ. 10-шы, Алмаз Уәлиев деген келді. Серьезно, Алмаз Уәлиевтен келді ме? Алмаз Уәлиевтен келді. Қоя бер сұрағын. Бірінші, қазақ ютубында кімді көресің? Мен қазақ ютубында дәл сізді, Алмаз Уәлиев, және де Алькизер, Пазл, Баука дегендерді толықтыры супер кигач, Аман арнасы деген толықтыры көретіндерін. Келесі сұраға, не үшін ютубты бастадың? Мен ютубты не үшін бастағанын тағы да айта кетейін. Қазақ ютубын дамыту үшін, достар табу үшін, подписчик жинау үшін бастадым. Келесі сұрақ. 11-ші, айтсам таң қалып қаласың, Әділ Әлиевтен келді. Қойшы, серьезно ма? Пазл арнасында Әділ Әлиевтен. Достар, лайк, ма Алмаз Уәлиев үшін және Пазл арнасы қойған үшін лайк басайық. Сұрағын айтайын. Сұрағы, болашақта қандай ойларың бар? Мен болашақта компьютер сатып алып, GTA 5 соның бәрі сиятындай қылып, микрофон сатып алып, веб-камера барлығындай мықты, Sony Vegas сөйтіп мықты фотошоп, андай-мындай деген сияқты, монтаждап деген сияқты ойларым бар енді. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Видеомызды достар лайк баспарынан жазылып қолдап отырайық достар. Және де маған көмектескен Махамбеттің де арнасына жазылыңыздар, сілтемесі төменде болады. Достар, осындай ролик ашықсын десеңіздер, лайк баса беріңіздер, ана жазылып, комментарий жазыңыздар. Ендеше достар, келесі видеода жұққанша қош сау болыңыздар.